Сәлем достар, бүгін шоколадты кекс пісіреміз. Ол үшін бізге қажет 130 грамм күріш шыны, 20 грамм жаңғақ, 20 грамм какао және 10 грамм қопсытқыш. 100 грамм сары май және 70 грамм тростниковый сахар, 2 дана жұмыртқа қажет. Ең алдымен сары май мен қантты езіп аламыз. Содан кейін жұмыртқаны саламыз да тағы да езіп аламыз. Содан кейін салмамызды құрғақ ингредиенттермен араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды кекстің формасына саламыз. Үстінен жаңғақ сепсеңіздер де болады. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Кексіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.